Ассаляму алейкум, эфирде хаберлер вақыты, студияда мен Алиме Мустафаева Чалышам, айсас вақайларға кечеміз. Донецк шәрінің мерkezінде ракета патлавы себебінден 20 инсан әлі қолды, да онларча адам яраланды. Русияның Мудафа назирлігінде патлав Киевге бойсунған территориядан юз берді, деп білдірділер. Мескен ерге .У адлы Украин тактик ракетасыны йоладылар. Идареде бойлы арби әрекетіні жинайчылық деп қайдеттілер. Шерні Украинаның милли бөліклері незарет еткен Красноармейск койынден патлатып башладылар. Оның нәтижесінде Донецк шерінің мерkezінде 20 инсан әлек олды ве 28 ağır яраланды. Олар тіби мерkezлерге еткізілді. Қырым Донецк шерінде ракета патлавындан зарар көргенлерге ярдым етмеге азыр. Бұақта Жұмхуриетінің елбашчысы Сергей Аксенов хабар етті. Зарар көргенлерге терен тазиелерімізні білдіреміз. Мен өз невбетімде Денис Владимирович Пешулин еле бағланып, зарар көргенлердің сой ве яқынларына ярдым көстерерміз. Бұл сырада олар Қырымда ратланмаға имкенлары де бар деп айтарым. Ве президентіміз айтқаны кебі Украинаның арби жинаятчылары өз жазаларыны алачақлар. Ялтаның проблем суаллері бойынша 15 март күні өткерілежек, топлашув 23 мартқа кечірілежек. Урметлі Ялта сакинлері, бүгінгі күнде Қырым Жұмхуриеті Украинаға гуманитар ярдым йолламасы, қачақларны қаршыламасы ве мақсус операцияның кечірілмесінен бағлы меселелеріні чезгені себебінден, біздің топлашуымыз да бір аптаға кечіріле. Бағышлаңыз. Жұмхуриетте әрші акимиет тарафындан незарет етіле. Вазиет стабиль, президентіміздің, арбижилеріміздің әрекетлеріне қол тұтамыз. Ғалебе бізде олачағында еминім. Оның үшін урметлі достлар, президентімізнен бірлешейік, қойылған епсі мақсатларымызға етерік. Арбижилерге ве президентке қол тұтмақ. Қырым Девлет Шурасының азалары парламентінің диварлары алтында машиналарына З тарифыны япыштырып, өзіміздің кілерні ташламаймыз акциясыны башлаттылар. Тәфсилатлар иле Дауд Чахалов. Президентінің мақсус операция кечірілмесі ақта қарарына қол тұту флешмобы 3 аптадан берлі кечіріле. Ве әм Русиеде, әм ондан тыш ерлерде рағбетлік қазана. Z арифінен Украинадаки мақсус операцияда иштирақ еткен Русия Федерациясы арби күчлерінің техникасы қайт етіле. Оны Русия ордысына қол тұтып, машиналар үстіне де япыштыралар. Қырым парламентарийлері Z арифы шеклінде тізілген машиналарға арби күчлеріне дестеклеріні көстеріп, да бұл арифны арабаларына япыштырдылар. Своих не бросаем. Өзіміздің кілеріні ташламаймыз. Біздің ордымыз дүнияда ең яқшы, ве бұл оларға әм маневи, әм сияси қол тұтмақтыр. Не только сегодня уже. Тек бүгіндегіл біз дайма бойле президентімізге, арби күчлерімізге ве Русия халқына қол тұтқан акциялар кечіреміз. Бұл акцияны Қырым Жұмхуриетінің рейсі Владимир Константинов башлады. Спикер қайт еткеніне көре мақсус операцияның мақсадына еледе етілежек. Бұл мақсус операция себебінден біз бүгін Қырымда барышықта яшаймыз. Шымды ордымызға япып олачақ ең балабан ішіміз маневи ярдым етмектір. Бұл олар үшін пек мұйым. Аскерлеріміз доғры іш үшін женклешкенлеріні білмек кереклер. Адамлар оларға қол тұта. Біз олар үшін қасевет етеміз. Своих не бросаем. Работайте, братья. Дауд Чахалов, Виалим Сейдалиев, Миллет Ичун. Украина сакинлері үшін гуманитар ярдымның топлануы девам етейін. Инкишаф атлы регионал Қырым татар жемат тешкіляты 10 тоннадан зәде юк топлады. Ярдым Херсон вилетінің сакинлеріне йоланылажақ. Мевзуның девамы бізім левхамызда. Un, яғ, себзеви ән кереклі масхулатла. Шымды Херсон виәдлетлерінің сакинлері бұл шейлерге мұқтаджалар. Инкишаф адлы региональ Қырым татар жемат тешкіляты иш адамларынен берілікте гуманитар ярдым топладылар. Бүгін семеддешлеріміз үшін ағыр вақытлар. Оның үшін біз ярдым етмек керекміз деп қарар алдық. Ашайт мақсулатларыны жыйдық. Шымды юклейміз ве алып кетежеміз. Тезден Новоалексеевка қасабасызның сакинлері 2 машина ашайт мақсулатыны әлде етежек. Топланған ярдым 10 тоннаны тешкил еті. Жұмхуриет елбашчысының қол тұтуынен Қырым татар жемаатчылығы да четте қалмады ве гуманитар ярдым жияжақ олды. Мен беллесем, шымды кімсе четте қалмамақ керек.
Фальжилер келечекте де Украина сакинлеріне ярдым көстермеге планлаштыралар. Айдеп Керимова, Алиса Мединов, Милет үшін сақ. Қырымның ичкі саясет малюмат ве бақ назира Михаил Афанасьев Ахмежит мемуретнің башы олды. Оның намзетіне 29 мебуз қол тұтты. О шерінің инкишафы бойынша планларынан пайлашты. Эпсі мақсат ве планларымыз ярыш комиссиясының музакересіне презентацияда шеклінде тақдим етілген еді. Мен еминім, шейріміз инкишаф етіп, чечекленмесі мүмкін. Бүгін де бүгін біріншілер сырасында чезілмек керек оған суаллер чоқ. Фікірім же біз оларны систем шеклінде ве тез чезерік. Біз нетиже беріп, сакинлерге қынтавлы ве онайтлы пайтақта яшанғанларыны көстермек керекміз. Ихтисаслы тіби ярдым ве земаневи әлетлер бұларның эпосы хасталарына қынтавлы шекілде қабул етілмесі үшін азырланды. Ахмежитнің ақтачы қият көйінде модуль фельдшері банай ноқтасы açılды. Тәфсилатларны Лене Бешевле біле. Көйлілер земаневейті бей ноқтасыны 40 елдан зиеде бекледілер. Бүгін енді бірінші хаста қабыл етілді. Мынау яны хундақ масасы үстінде ята. Мен белесем бұл бұйық бақыт. Бізні әнді мұнда гүзел пішарлетлерге қабыл етежеклер. Евбеттекі қабылымызны сабырлысызлықнен беклейміз. Әнді тарылтырмаға ай қайтнажамыз. Бұл ерді тіби ярдым 2000-ден зиеде адамға көстеріле. Яны бина тіби санитар ярдым көстермек үшін мебель виолетлеріне донатылған. Ондан да башқа әкімлерінің çalışması үшін компьютерлер да ерлештірілген. Ерлі сәкенлерінің айтханына көре, фапның бинасы бір вақыт тамир олмағанды. Мына бұл кабинетте хасталарыны тедави етедік. 20 елдан зиеде çalışтық. Декат етін мұнда ата әлеріні ювмаға ер йоқ. Ама хасталарыны қабул етмеге меджбур едік. Светлана Бабурова ақтачы хыят көйінде 40 елдан берлі фельдшер оларақ çalışа. Озишыны пек севе. Иждешлері ве хасталары арасында балабан урмет хазанды. Әм адамларға, әм бізге çalışмаға ағыр еді. Бұл ерде есе біз қарамалармыз. Кезге яқшы олажақ. Теміз қынтлавлы sıcak. Фельдшер-акушер бала қабылы ветада ветмек үчунадалар. Бина бұтын мөндислік ағларына құрылған. Видеокамералары янгынға қаршы сигнализациясы бар. Мұнда әрекетлерінде сынырлы олған адамлар үчун сан удалары да ясалған. Чевре топрақлары да абаданлаштырылған. Біз оны пек чоқ вақыт ерлештірдік. Техник проблемлер бар еді. Амма епсіні ендік, бинаны қойдық. ФАП тибби ярдым ноқталарыны стандартларға етіштірме программасы черчевесінде азырланды. Біз бұл ішні япып шыққанымызға пек қуанамыз. Сакенлер де қуанадыр деп үміт етем. Бұл ел ішінде Қырымда 45 фельдшер ноқтасының құруджилығыны бітірмейге веда 41 фапны құры башламаға планаштыралар. Лене Бешевле ве Дмитрий Низовой, Милет үшін Ахмеджит районы. Лезетлі, файдалы ве ең esасы Қырым мақсулаты. Жанкойның сүт заводында Қашқавал истисалыны чоқлаштыралар. 8 ел санкция алтында Русия девелері четелден кетірілген мақсулатқа аналог яратылмасы үшін 1,5 бин лейха ерне кетірілді. Ярмада да истисна дегіл. Тәфсилатлар мұхбиріміздің левхасында. Қашқавалның истисалы пенір зерелерінің ішлеп шығарылмасындан башлай. Контейнер боркерден 12 тонна сутны ішлей. Соң олып шыққан қарышымдан сауытлар толдырыла ве басыла. Азыр Қашқавал мақсулатыны тұзламаға йоллайлар. 48 саат içinde Саламур 18% тузда тура. Сон құрылтылмаға йолланыла. Қашқавалның юкленме ве бошытылмасы физика қанунлары бойы япыла. Яни Саламур тузлы олғаны үшін пенір башчықлары өзі чөгіп, ялдап чықалар. Қашқавал құрытма бөлігінде бір сутка девамында ерлеші. Бір девлетте Қашқавалның азырлама анесі ве озының ғұроры бар. Бүгін бұл ерде мақсулатының 100-ден зияде чешіті чықарыла. Атты Қырымда истисал етілген пармезан, моцарелла, радамер Қашқавалларыны көрмеке мүмкін. Олар енді чоқ елардан берлі Қырымда сатыла ве муафақиетнен импорт Қашқавалының еріні ала. Қашқавалның Амстердам, Грюер, Манчера чешітлеріне ошаған сойлары да истисал етілі. Қой сүтінден де яны чешітлеріні ұйдырамыз. Ондан да башқа сырада ішлерінде толдырмалары олмаған Қашқаваллар пейда олды. 5 түр Қашқавалда 5 іч толдырмасы.
Мақсулат тек ярымадада дегілде Русияның дігер регионларында да сатыла. Шымды еркес үшін импортны еріні ала білежек программа мерақлы. Бізде о 2014 сенесінден берлі еріне кетіріле. Бұл вақыт ішінде біз Қашқавал чешетлеріні чоқлаштырдық. Кечкен сене Саламур хавузыны ерлештірдік. О бізге мақсулатымызны 14% чоқлаштырмаға имкан берді. Кечкен сене ішінде 4000 тонна Қашқавал азырланды. Заводта бұл көстергішлеріні арттырмақ үшін эпысы чарелері бар. Ленуза Бурсеитова, Севиля Меметова, Рамазан Аливапов, Миллеты Чунджанкой. Ялтада Советская мейданындаки тамир ишлері февральның соңында башлады. Шымды ескі соқақташы ве шадырван демонтаж етіле. Ишлер қынтавлы шер мұйтының шекілленуі девлет программасы черчевесінде алып барыла. Ондан да башқа шерде Киевская ве Московская соқақларында тамират кечірле. Тәфсилатлар Лев Хамызда. София Глущенко Ялтада доғғанындан берле яшай. Киевская соқағындаки қиышықлар енді кечміште қалажағында хувана. Скандинав юрышынен оғрашқан веактив аят тарзалы барған нефахаджи үшін тамир етілген пияделер елчығы, эркунлюк маршрутының мұйым қысмы. Оның айтқанына көре, шерде алып барылған ішлеріні көрмемеге чаре yok. Не көрмейсіз жоқса? Көзліклер тақыңыз. Сіз насыл түшінесізіңіз? Doğru yolunен yürümek яқшы яда жоқ? Біклейміз. Ама не олажағыны да білмеміз, да оқымадық. Киевская ве Московская соқақларында балабан денішмелер олажақ. Ишке башламақ үшін енді 78 азбарның абаданлаштырылмасы бойынша лейхалар тізілген. Олардан 45-і кечкен елінің сув басуында зарарланған еді. 33 территория қынтавлы шер мұйтының шекелленуі девлет программасы черчевесінде абаданлаштырылажақ. Бұна енді 146 миллион рубле айырылған. Ветіш қызметчілерінен анлашмалар тізілген. Денішмелер 5 жемаат территориясында кечірілежек. Меркези мейданның абаданлаштырылмасы бойынша қарар кечкен сене қабыл етілген еді. Құручылық монтаж ишлері кечірілежегі ақта анлашма февральның 25-інде имзаланды. Ишлерге 408 миллион рубле айырылды. Шымды ішчілер ескі төшеме ташыны демонтаж етелер. Пек мерақлы ве эксклюзив леха. Мен она ойле айтып олам. Мында мемори фикілер яқшы. Бетондан мерақлы шейлер ясалажақ. Шыдырван дихатха ялық. Мейдан бүтінле денешідек. Ясалажақ амфитеатр Шыдырван эксклюзив олачақ. Азбарларының абаданылаштырылмасы бойынша ишлеріні анлашма бойынша июль айында бітірмек кереклер. Ялтаның меркези мейданы есе 2022 сененің декабрь айында ачылажақ. Дауд Чахалов ве Максим Голубев, Миллеты Чун, Ялта. Қарасу базар районындаки Фендикой койның амбулаториясында яңы девір башлана. Мында 30 ел бекленілген капиталь тамират кечкен сененің сентябрь айында башлады. Түш қызметші оны бұл ел майыс айында бітірмеге сөз бере. Құручылық насыл севеде олғанны Лене Бешевле огренді. Амбулатория 60-шы сенелері құрылған еді. Бұл ерге тіби ердім қыдырып тәк ерлі сәкенлерді келді. Комшу көйлерден де келейділер. Юрий Ульянов эфенді көйді доғанындан беріл яшай. Оның айтқанына көре енді тіби ердімні алмаға дайықшы олажақ. Очень сильно ждут местные жители. Бұны ерлі сәкенлер пек беклей, чүнке адамларға тап Қарасув базарға бармақ керек олайды. Шымды енді әрші яқшы олур деп түшінем. Авалар яқшы жаулғанынен тамират девам етер. Вебина янылаштырылыр. Бүгінгі күнде планлаштырылған ішлерден 80% yapılған. Дам ве пенжерелер бүтінлей дыныштырылды. Тыштан диварлар хаплана. Одаларда есе мойындесілік ағлары кечіріле. Табанға стяжка yapıла. Су ве янгынға қаршы системалары ерлештіріле. В данном помещении планируется... Бұл одада процедуралар кечірілежек. Санитар қайделерге көре мында су ве раковина ерлештірілежек. Хапы қойылған сон диварлар ішленежек ве ең сонына таванға кечежеміз. Хабул процедура ве балайықы мұйчын одалар. Амбулатория 4000-ге яқын адамны хабул еті. Олардан 500 бала. Тамир ішлеріне бақмадан хасталарының хабулу девам еті. Медицинский персонал здесь полностью укомплектован. Мында тибиджелерінің әпсі чалыша. Фельдшер, эмшере, санитаркалар бар. Шымды олар әпсі арғын фапына кечірілген хасталарыны анда хабул етелер. Сантехник удалары кен везиварларда тұтқычлары бар. Әрекетлерінде сынырлы олған адамлар üçün бұтын шайрайытлер яратылыжақ. Капиталь тамират хырымның ilk ердім көстерген. Сағылық сақлав нұқталарының модернизациясы адылы программа чүрчевесінде алып барыла. Тамир ішлеріне 15 миллион рубле айырылған еді. Әкінже басамақта бинаның тышы тамир етілежек. Вечеврысы абаданлаштырajақ. Майыста ішлер бітмек керек. В благоустройство территории входит ограждение. Чевре территорияның абаданлаштырылған
ұйымдастырылмасына қораларыны ерлетірішме. Мойденслік ве сув ағларыны денештірме. Фенелеріні қапы ве дегер кереклі шейлеріні ерлетірішме кере. Шымды Хырымда 45 фапнын хуручылығы, 30 амбулаторияның, 5 фельдшера кушар ноқтысының вебір күндізілік стационарының тамираты девам еті. Линье Бешевли, Дмитрий Низовой, Милет Ичун. Шымдықы саатқа бұл эпысы хаберлер милет телеканалындан айрылманы сағлықнен қалыныз.